Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге Азия мен Еуропа құрлықтарында орналасқан ең алып мемлекет туралы айтамын, яғни Ресей. Жер аумағы жағынан дүние жүзіндегі ең ірі мемлекет. Ресейдің жер аумағы 17.125.187 км шақырымды құрайды. Ресейдің жер аумағы Плутон ғаламшарымен бірдей. Ресей 16 елмен шекаралас. Ең қызығы, әлемдегі ең ұзын шекара Ресей мен Қазақстан болып табылады екен. Ресейдің 2019 жылғы санағында 146 миллионнан астам адам есептелінді. Олардың 55% әйелдер, ал 45% ер адамдар. Тепе-теңдіктің бұзылуының басты себебі 41-45 жылғы соғыста 26 миллионнан астам КСР азаматы қайтыс болды. Солардың көпшілігі орыстар болатын. Ресейдің экономикасы жылына орташа есеппен 7%-дан өсуде. Бұл дүние жүзіндегі ең жоғары өсу қорытындыларының бірі. Ресейдің барлық қазынасы 4,5 триллион долларға жақын. Орташа есеппен әр адамға 30 доллардан келеді. Теңгеге шаққанда 13 мың теңгені құрайды. Ресейдің ауа температурасы әр жерде әртүрлі. Жазда плюс 27 градус, ал қыста минус 35 градусқа дейін барады. Ресейде ауа температурасы салқын елдердің бірі. Тіпті 1938 жылы Амякин деген ауылдың ауа температурасы минус 71 градусқа дейін барған. Енді біз қысқаша тарихымен таныс болайық. Бірінші Петр 1721 жылы Ресей империясы деп жариялады. 18-19 ғасырларда Ресей империясының құрамына Балтық бойы, Украина, Беларусь, Польшаның шығыс бөлігі, Солтүстік Кавказ, Финляндия, Сыртқы Кавказ, Орталық Азия аумақтары күшпен енгізілді. Ресей империясы 18 ғасырдың екінші ширегінен бастап қазақ жерін отарлауға кірісті. 19 ғасырдың соңына қарай Ресей империясының жерінің аумағы 22,4 миллион км шақырымды құраған. Тұрғындары 1897 жылғы санақ бойынша 128 миллион адам. Оның 43% орыстар, ал қалғаны Ресей отарлаған халықтар болды. Ресей империясы 20 ғасырда 81 губерниядан және 20 облыстан тұрды. Ресей империясы монархиялық мемлекет болып, онда Романовтар әулеті билік жүргізді. Мемлекеттік тілі орыс тілі, діні христиан діні болды. Патша үкіметі Ресей империясындағы орыс емес халықтарды рухани тұрғыда отарлауға және шоқындыруға тырысты. Ақпан революциясы нәтижесінде Ресей империясы құлап, оның орнына Ресейдің уақытша билігі келді. 1922 жылы 30 желтоқсанда Украина, Белоруссия елдермен бірге Ресей кеңес одағын құрды. 1922-29 жылдары мемлекет жаңа экономикалық саясатты іске асырды. Ленин қайтыс болғаннан кейін ішкі саяси билік үшін күрес басталды. Нәтижесінде Сталин билік басына келді. Жеке диктатурасын орнатқан Сталин өз саяси қарсыластарын жояды. Кеңес одағы 1991 жылға дейін билік етеді. Содан кейін барлығы өз тәуелсіздіктерін жариялайды. Енді біз Ресейдің мәдениетімен танысайық. Ресейге барғанда қалай амандасасыз? Сәлемдесу әлемнің әр түкпірінде әртүрлі. Оңтүстік Америка мен Испанияда біз достарымыздың бетін сүйіп амандасамыз. Бұл әдет Ресейде емес. Керісінше достар үшін сыпайы күлімсіреу жеткілікті. Гүлдердің орыстар үшін маңызы зор. Әрине, бұл үйге қонаққа барғанда ұсынатын керемет сыйлық. Әрине, тақсандар мен гүл шоғын алып жүруге тырысасыз. Ол 3, 5 немесе 7 гүлден тұруы мүмкін. Бұл не үшін қажет? Себебі сіз гүлдерді зиратқа, марқұмдарға беріп кетуіңіз мүмкін. Енді біз орыстардың тамақтарымен танысайық. Өкінішке орай, орыс тағамдары бұл мемлекеттерде үлкен емес. Сіз Ресейдің дәстүрлі тағамдары туралы естіген шығарсыз, бірақ оларды сынап көру мүмкіндігі аз болды. Ресейге келген қонақтар орыс тағамдарының әр түрлілігі және дәмінен жиі таңғалады. Соның ішінде ресейлік сорпа, яғни борщ, әрине қызылша сорпасы. Ең танымал ресейлік дәстүрлі тағамдардың бірі.
көптеген батыстың сорпасы үшін қызылша көрінеді. Бірақ бұл сорпа Ресейдің ең танымал тағамдарының бірі. Бұл сорпа көкөністер мен етке толы. Бұл сорпаның қабатталған дәмі әсіресе жаңа қаймақ, қуыршақтармен дәмдірек келеді. Ресей жерінде тіпті жанартаулар бар. Соның бірі Ключевская сопка. Бұл Еуразия құрлығындағы ең белсенді вулкан. Вулканның жасы шамамен 7000 жыл. Оның биіктігі 4800 метрге дейін жетеді. Санкт-Петербург Ресейдің ең басты қалаларының бірі. Оның мағынасы Ресей патшасы 1 Петрдің атына арнайы қойылған. Ресейде орналасқан Санкт-Петербург метросы әлемдегі ең терең метро. Оның орташа тереңдігі 100 метр. Санкт-Петербургтегі көпірлер Венеция көпірлеріне қарағанда 3 есеге көп. Ресейдің мәдениет орталығы болып саналатын Санкт-Петербург қаласында 2000 кітапхана, 221 мұражай, 100 концерт залы, 80-нен артық театр, 80 мәдениет үйі, 62 кинотеатр, 45 галерея ғимараттары бар. Осымен құрметті көрермен, біздің видеомыз соңына жетті. Егер сіз менің арныма жазылмаған болсаңыз, онда тіркеліп кетіңіз. Себебі келесіде сіз менің видеоларымды көрмеуіңіз мүмкін.